Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ эстрадасында өз үнімен, өзгеше болмысымен көрермен жүрегінен орын алған әншілердің бірі ол Жанар Хамитова. Оның өмір жолы бір қарағанда қарапайым өнер адамының өмірі сияқты көрінгенімен, тереңіне үңілсек, қуаныш пен қайғы, табыс пен жалғыздық, үміт пен күрес қатар жүрген тағдыр екенін аңғарамыз. Бүгінде Жанар Хамитованы еске алған сайын, көпшілік оның тек әнші ғана емес, нәзік жанды, сезімтал адам болғанын айтады. Жанар Хамитова 1989 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Ол бала күнінен өнерге жақын болып өсті. Көптеген өнер иелері сияқты, оның да таланты ерте байқалған. 5 жасында 1 сыныпқа барған Жанар кішкентайынан белсенді, алғыр бала болды. Ол спортпен айналысып, 5 жыл бойы домбыра үйірмесіне қатысқан. Қазақтың дәстүрлі өнері мен музыкасы оның бойындағы шығармашылық қабілетті одан әрі дамытты. 8 сыныптан бастап Жанар үлкен сахналарда өнер көрсете бастайды. Бұл оның болашақ әншілік жолының бастамасы еді. Сол кезден бастап ол түрлі байқауларға қатысып, өзін өнер әлеміне таныта бастады. 2006 жылы Жанар Қазақстандағы ең танымал музыкалық жобалардың бірі Суперстар KZ байқауына қатысады. Бұл жоба талай жас әншінің жолын ашқан еді. Жанар бұл жобада ерекше даусымен, өзіндік стилімен көрерменнің назарын аударды. Байқаудан кейін ол бірнеше музыкалық жобаларға қатысып, сахнадағы тәжірибесін арттырды. Сол кезеңде ол Суперстар шоу атты топтың құрамында өнер көрсетті. Кейін қыздардан құралған Чайнатаун тобына қосылды. Бұл топтар Жанарға сахна мәдениетін үйренуге және өнер ортасына бейімделуге мүмкіндік берді. Жанардың өнердегі ең жарқын кезеңдерінің бірі ол Арнау дуэті. Ол бұл топта әнші Нұржан Керменбаевпен бірге өнер көрсетті. Дуэттің әндері көпшілікке ұнады. Қазақ эстрадасында олардың шығармалары кеңінен тарады. Жанардың ерекше тембрі мен сахнадағы мінезі тыңдармандарды баурап алатын. Алайда бұл кезең ұзақ созылған жоқ. 2009 жылы Жанар дуэттен кетіп қалады. Оның өмірінде жаңа кезең басталады. Альбомдағы Сен кеткелі деген ән Жанарға арналады. Оны еш жасырмаймын. Әнді тыңдаған адам өзі түсінеді. Маған әлі күнге дейін Жанар Алматыға келіп, шығармашылыққа қайта оралған кезде, астарлы ақиқатқа келгенде неге қолдамадың деп жазатындар бар. Сондай хейт жауды. Біріншіден, ол кезде қателеспесем, менің 2 балам, отбасым, келіншегім бар. Сөйте тұра мен ескі махаббатыммен бұрынғыны езгілеп отыруым керек пе? Оны отбасым дұрыс түсінбейді. Екіншіден, осы күнге дейін қасықтап жинаған абыройымды сол бағдарламаға барып, солардың рейтингі үшін төкпеймін. Маған журналист Жанар келді, сізде келсеңіз деп хабарласты. Мен бірден бас тарттым. Сонда неге? Мүмкін ойланасыз деді. Ойланатын түгі жоқ. Оның өзінің белгілі бір себептері бар. Сонымен тақырып жабылды. Мен үшін қазіргі отбасым маңызды. Жанардың бұрындары отбасы, 2 баласы болған, деді Нұржан Керменбаев. Өнер иесі араға уақыт салып, не себепті жан сырын ақтарып отырғанын да түсіндіре кетті. Өткен шақ деген альбомды бұрын жүрген қыздарға арнадым. Мен альбом жасардың алдында келіншегіммен сөйлестім. Альбомның концепциясы осындай болады. Өткен шақ ескі махаббаттарыма арналады. Соның ішінде Жәкең де бар деп айттым. Келіншегім, журналистерге бір нәрсе айтпас бұрын, менің бір сұрағыма жауап берсеңіз. Альбомды жасай беріңіз деді. Маған дейін қанша қызбен кездестіңіз деп сұрады. Басында бұл сұрақтан қашқақтағаныммен болмады. 10 шақты деп жауап бердім. Сол себепті қазір бұл туралы ашық айтып отырмын. Бірақ ол кезде менің келіншегім Назерке мұны дұрыс түсінбес еді. Мен келіншегімді кездестірмес бұрын белгілі бір тәжірибеден өтуім керек болды. Сөйтіп барып ханшайымымды таптым, деген еді өнер иесі ағынан жарылып. Сахнадан кеткеннен кейін Жанардың өмірі оңай болмады. Кейбір деректерге қарағанда, ол белгілі бір уақыттарда қиыншылық көріп, тұрмыстық мәселелермен күрескен. Бір кездері ол тіпті тойханаларда жұмыс істеп жүрген айтылған. Кейін тележурналист Дина Төлепбергеннің айтуынша, Жанармен алғаш рет сол жерде кездескен екен. Дина Төлепберген кейін берген сұхбатында сол кездесуді еске алып былай деген. Жанарды біз тойханада ыдыс жуып жатқан жерде кезіктіріп, эфирге шығарған болатынбыз. Ол кезде ол шын мәнінде көмекке мұқтаж болды. Өйткені қалтасында ақшасы болған жоқ. Эфирге шығарғаннан кейін тағдыры тез өзгеріп кетті. Өзім аңдып үлгермей жаттым. Продюсер табылды. Концерт беріп кетті. Бірақ мұның сыртында адамдар
Екі баласын күйеуінде қалдырған безбүйрек анасың деген сын тақты. Сол кезде мен оның өмірінің бір ғана тұсын, жоқшылығын ғана көрсетуім керек пе еді деп ойланамын. Балаларға қатысты мәселесін мүлде айтпағанымда, немесе эфирде, бұл безбүйрек ана емес, күйеуімен шарт болған. Баланың кіммен бірге тұратынын таңдауға құқы бар. Демек біз баланың таңдауын құрметтеуіміз керек. Қазақ елі, ол үшін Жанарды жазғырмайық деп айтуым керек пе еді деп ойлаймын. Бәлкім осы сөздер оны құтқарып қалар ма еді, дейді ол. Дина Төлепберген Жанар Хамитованың психологиялық дерті болғанын да жасырмады. Бағдарламамыз жазғы демалысқа шыққаннан кейін оны көптеген басқа да бағдарламалар шақырды. Ол жерде бәрі этикадан асып түсті. Осының барлығын ол көтере алмай, өз-өзіне қол салды. Бірақ айналып қарайтын болсақ, ең алғаш эфирге шығарған мен. Әрине, оның өліміне себепкер болған мен емес, бірақ менің өз-өзіме сұрағым, неге мен оны құтқарып қала алмадым? Құдай емеспін дегенмен, жылы сөзбен демеп жібергенімде құтқарып қалуға болар ма еді? Атап өтетін мәселе, психологиялық үлкен жағдай бар. Мамандар Жанардың бойынан бір ауруды тапқан болатын. Біз психологиялық орталықпен келісіп, ем-дом қабылдау керек еді. Ол 2 сеанстан кейін бармай кеткен. Оны маған психологтар айтқан жоқ. Біз бартермен келсеміз, маманның пиарын әрі қарай жасай бердік. Жанарды емге барып жүр деп ойладық. Бірақ ол қайтыс болғаннан кейін, маман маған келіп, Дина, ол негізі 2 сеансқа келген еді. Сосын келтіре алмадым, кешірші деді. Дейді Дина Төлепберген. Телебағдарлама эфирінен кейін Жанардың тағдыры қайта өзгерді. Оны продюсерлер байқап, концерттер ұйымдастырыла бастады. Алайда танымалдықпен бірге сын да келді. Әсіресе әлеуметтік желілерде Жанарға қатысты түрлі пікірлер айтылды. Жанар Хамитованың өмірінде психологиялық қиындықтар болғаны да айтылды. Мамандар оның белгілі бір психологиялық күйзеліс жағдайында жүргенін анықтаған. Оған психологтардың көмегі ұсынылған. Бірақ ол ем-домды толық жалғастыра алмаған екен. Бұл да оның өміріндегі күрделі кезеңдердің бірі еді. 2019 жылдың 16 қыркүйегінде Жанар Хамитованың қайтыс болғаны туралы хабар тарады. Бұл жаңалық қоғамды есеңгіретіп жіберді. Желіде түрлі қауесеттер тарады. Кейбір ақпараттарда оның өз-өзіне қол жұмсағаны айтылды. Алайда оның ағасы Тәшібек Хамитов бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ол берген сұхбатында Жанардың жүрегі тоқтап қайтыс болғанын айтты. Бұл жағдайда қоғамда үлкен пікірталас тудырды. Жазушы Аягүл Мантай Жанар туралы өте әсерлі пікір білдірген. Ол Жанардың шынайы адам болғанын айтып, қоғамдағы жалғыздық мәселесіне тоқталған екен. Жазушының пікірінше, шынайы адамдардың жаны өте нәзік болады. Олар қоғамдағы ауыр сөздерге, әділетсіздікке сезімтал келеді. Бұл пікір Жанардың тағдырына басқаша қарауға мүмкіндік береді. Жанар Хамитова туралы көп ойлаймын. Ойламайын десең де, санаңның бір түкпірінде тұрады. Оны өмірде көргенім жоқ, араласқаным жоқ. Бірақ жаныма жақын, әлде жалғыздығының тым терең екенін түсінген шығармын. Жанар секілді адамда дос көп болмайды. Көп адаммен араласса да жалғыз болады. Егер ол шынайы емес, жасанды болса өлмес еді. Шынайы адамдардың жаны тым нәзік болады. Шынайы адамдар депрессияға жиі түседі. Жасанды адамдар өзіне келмейтін әртүрлі образды ойнап, мұңға батпайды. Олар образдан шықпайды. Тіпті әртүрлі образ ойлап табады. Олар күндердің күнінде өзінен жиіркенбесе, өзінен жалықпаса, өзін табуы қиын. Ал шынайы адам рөл ойнай алмайды. Шынайы адам бір-екі өтірік айтса да, өзін кешіре алмайды. Шынайы адамға өмір сүру қиын. Шынайы адамға біздің қоғамда өмір сүру тіпті қиын, деп жазды Аягүл Мантай. Әрі қарай Жанардың өліміне қоғам себепші болғанын және оның жаралы жанына ешкімнің көмектесе алмағанын жеткізді. Жанар, егер біз өмірде кездессек, не туралы сөйлесер едік? Әрине, жан тыныштығы туралы. Жоқ, дәлірегі жан тыныштығын таппай аласыру туралы. Депрессия туралы әңгімелесер едік. Депрессияға түскен адамға психолог көмектеседі деген өтірік екенін, айналаңдағы адамдардың жылуы, мейірім, махаббат құтқаратынын, ең бастысы, өзіңді өзің ғана құтқаратынын сен білдің, әрине. Фрейд неге танымал психолог болды? Бір ғана себебін айтайын. Ол да жиі депрессияға түсті. Жаны тыныштық таппады. Депрессиядан шығудың жолын іздеді. Сосын өзгелермен өз тәжірибесімен бөлісті. Ол депрессияға түсіп қиналмаса, депрессиядан азап шеккен адамды түсінбес еді. Біздегі көптеген психологтарды жаттап алғанын зуылдатып айтып беретін, сөйлейтін бас деп түсінем. Сенің де солай түсінгеніңе күмәнім жоқ.
Сенің интеллектің жоғары болмаса, сенің жаның қиналмас еді. Сені қоғам өлтіріп тастады. Сенің нәзік жаның ауыр сөздерді көтере алмады. Шынайы адамның жаны тым нәзік болады, тым жараланғыш болады. Жаның енді тыныштық тапты ма нәзігім? Жанар, сен өз өліміңмен жасанды қоғамның, жасанды адамдардың, біреудің тағдырын талқыға салатын тобырдың бетіне түкіріп кеттің. Сен шынайы едің, ал шынайы адам биік болады. Сен өз биігіңде қаласың. Жалғыздығы терең адам біреуді жақсы көрсе, шын жақсы көреді. Рас, жек көрсе, шын жек көреді. Көптің ішінде өзін жалғыз сезінетін адам, менің досым, деген жазушы қыз ішкі жан дүниесін ақтарды. Жанардың өнерін сүйетін тыңдармандар да көп болды. Олардың арасында жасөспірімдер де бар. Мысалы, Ұйғыр ауданында тұратын мектеп оқушысы Азиза Берлібаева Жанардың барлық әндерін жатқа білетінін айтқан. Ол Жанардың қайтыс болғанын естігенде қатты күйзелгенін жеткізген. Ол да Жанардың өнері адамдардың жүрегіне жеткенін көрсетеді. Өмірден өтті деген хабарды Instagram желісінен көрдім. Бірақ мен мүлде сенген жоқпын. Сенгім келмеді. Хайп деп ойладым. Солай ойласам да ішімнен, Құдай-ау, біреу келіп ойын десінші деп айтса екен деп тіледім. Дереу Instagramнан шығып, көңілімді басқа жұмысқа аудардым. Бірақ қолым ешқандай жұмысқа жүрмей, арадан 1 сағат өткеннен кейін YouTube'қа кіріп қарадым. Барлық жер шулап кетіпті. Көз жасымды ұстай алмадым. Сол сәтте сенуге тура келді. Үлгі тұтар адамым өмірден озғаннан кейін құдды бір бауырымнан айырылғандай сезімде болдым. Содан бері әлі де менің көңіл күйім бір қалыпты емес. Қазірдің өзінде біреу келіп түсімнен оятып жіберсе екен деп қоямын. Сенуге тұрарлық жағдай болса да сенгім келмейді, деген еді ақын қыз. Жанар Хамитова қарапайым, ашық мінезді, шынайы адам болғаны туралы көп айтылады. Ол кейде өзгеше мінезімен, кейде тосын әрекеттерімен ерекшеленген екен. Бірақ дәл осы қасиеттері оны көпшіліктің есінде қалдырды. Өнердегі адамдардың тағдыры әрқашан оңай болмайды. Олар тек сахнадағы жарқыраған өнерімен ғана емес, жеке өміріндегі күреспен де өмір сүреді. Осыны ұмытпайық. Жанар Хамитованың өмірі қоғамға үлкен ой салды. Бұл оқиға адамдарды әлеуметтік желідегі пікірдің жауапкершілігі туралы ойландырды. Бір ауыз сөздің адамның тағдырына қалай әсер ететінін көрсетті. Сондықтан қоғам әрбір адамның өміріне құрметпен қарауы керек. Жанар Хамитова қазақ эстрадасында өзіндік орны бар әнші. Оның өмірі қысқа болса да, ол тыңдарман жүрегінде із қалдырды. Бүгінде оның есімі айтылған сайын адамдар тек әншіні ғана емес, нәзік жанды, шынайы адамды еске алады. Жанардың тағдыры бізге бір нәрсені еске салады. Өнер адамдары да ең алдымен адам. Олар да жылылыққа, түсіністікке, қолдауға мұқтаж. Жанардың өмірі аяқталғанымен, оның әндерімен есімі қазақ өнерінің тарихында қала береді.